барлық матчын тікелей эфирде QFootball.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп QFootball.kz-те қосылып, футзалды тамашала. Қайырлы кеш, қадірменді көрермендер. Назарларыңызда футзал Қазақстан чемпионаты 13-ші турдың матчынан тікелей репортажымызды бастаймыз. Ойын Астана қаласында өтіп жатыр. Сайран Арена тура осы қаладағы футзал ойындарын арналған футзал, өздеріңіз білесіздер, таза секундқа, міне 1 секунд артық емес, 17:00 деген кезде ойын басталды. 1,5 минут артта қалды. Міне алғашқы гол соғылатын мүмкіндік. Бұндай мүмкіндіктер әлі көп болатын секілді. Қандай әдемі номермен өнер. Мұнан қараңыздар. Георгий Калачев 55-ші номерді. Кешірім өтінемін. Олжас Қалғожинов қазір бар назары ойында. Бұл аралықта оның командаластары шабуылдайды. Өте жақсы пас. Бір соққы болды. Өте жақсы Хади Ахмади. Және оның сол аяқпен жасаған соққысы. Оң қапталмен өте жақсы шабуыл. Қазір қақпаның алдына пас берсе, бос қақпаға гол соғылып. Астана командасында бар. Сол жақтан Кайо өте жақсы мүмкіндік және гол. Хади Ахмади. Секундомер 9 минут 28 секундты көрсеткен кезде голдың ауылы алыс емес деп. Міне қанша тырысты, қанша қорғанды дегенмен бір жақты шабуылдап жатқан команда түбінде гол соғатындығы добы Карпюкқа жетті. Міне мұны жерді қараңыздар, өте жақсы допты тартып алды. Қақпашымен бет-бе-бет қалған сәт. Бұл жерде гол соғылу керек. Қақтетуде Георгий Калачев. Міне қараңыздар, қақпашыдан алдап өткеннен кейін Калачев айырылып қала жаздады. Дегенмен қараңыздар, Ахмади бүгінгі матчта соғылған жалғыз голдың авторы әзірге. Міне тағы бір сәт. Алдап кететін қараңыздар, қандай мүмкіндік. Бір сәт үстінен асыра алмады. Екінші ретте ал тұлпар керісінше өз қаһарына мінген болатын. Қазір маған қараңыздар, өте жақсы шабуылдардың бірі. Қатты бір сөздер айтылғаны, өйткені мынандай басымдыққа ие болып тұрып, бір ғана голмен шектелу әрине бұл. Тағы бір әдемі пас, бұл жолы енді бос қақпаға. Жоқ! Струын қателестірді қақпашыны. Міне қараңыздар, бұл осының алдындағы Бердалиннің соққысы. Міне осыдан кейін Бердалиннің берген артқа пасы. Абдрашидов. Міне Бердалинге доп келді. Және бос қақпаға бірден соққыра жатқан допты қайтарып. Қараңыздар міне. Бірден қақпаға допты. Бір голмен қалып қыламыз ба дегенде қорқыныш бар. Әдемі соққы қазір, әдемі болды. Тағы да допты тартып алды. Сайранов өзі соққы жасауына болады. Тағы да Абдурашидов. Оның үстіне Алихан өте жақсы шабуыл жасаған болатын. Оңға қарай ойысып спорттың бірі жанкүйерлер тарапынан қызығып көреді. Талао, тағы бір соққы. Дегтярев тағы да доппен оңғаптал, бұл жолы үлгереді. Қандай әдемі пас және гол. Талао. Кездесудің аяқталуына 6 минут 1 секунд қалғанда есепті. Бұл жерден Талао жалғыз өз қалып қой. Жоқ, Дегтярев емес, бұл Ахмади болатын пас берген. Ахмади матчтың үздігі. Міне, қазір Ахмади жаңағындай пас шығарған. Жоқ, төрешінің сықырынан кейін орындалған соққы. Бұл гол емес. Карпюк гол соққан болатын. Міне, мұна бір жерде Оқынбаев жауып тұрған. Аяғынан шалып құлатып бар. Карпюк тез допты ойынға қосып жіберді. Қақпашымен бет-бе-бет. Талао да қазір бұрыштамады ол қазір. Тез арада допты бергеннің әсері міне осындай болады. Соққы қайда. Соққы керек. Міне әдемі сәттердің бірі. Тағы да тайм-аут болады екен. Соңғы минуттар созылып кетті және бұл жерде қазір
пайдаланылмай қалды. Және болды, матч аяқталды. Астана командасын құттықтаймыз. 2-0 есебімен олар жеңіске жетті. Ал тұлпардың жеңістері әлі алда деп ойлайық. Біздің арналардағы футзал көрсетілімдері әлі жалғасын табады. Қадірменді көрермендер, жалғасып жатыр. Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде eFootball.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфонына қосымшаны жүктеп eFootball.kz-ге қосылып, футзалды тамашала.